Құрметті Шейх Тамим, сіздің бүгінгі сапарыңыз осы байланыстарымызды одан әрі өркендетуге тың серпін береді деп сенемін. Біз Катарды таяу шығыста ғана емес, әлемдік деңгейде маңызды рөл атқаратын мемлекет әрі халықаралық қоғамдастықтың белді мүшесі деп санаймыз. Катар өңірдегі қоғамдық келісім мен бейбітшілікті, өркениеттер мен діндер арасындағы өзара түсіністікті нығайтуға зор үлес қосып отыр. Біз сіздердің тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы бастамаларыңызды жоғары бағалаймыз. Келесі жыл екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толады. Бұл ерекше мерейлі белес. Осы мерзім ішінде біз тығыз мемлекет аралық ынтымақтастықты орнаттық. Сындарлы саяси диалог құрдық. Осының бәрі дәстүрлі достық пен берік әріптестікке негізделген. Астанадағы Әл-Фараби мешіті мен Шейх Тамим атындағы білім ордасы осының айқын көрінісі. Сондай-ақ жуырда Алматы облысының Өтеген Батыр кентінде перинатальды аурухананың құрылысы басталды. Біз Катар мемлекетінің елімізді көркейтуге қосқан үлесі мен жан-жақты қолдауын ешқашан ұмытпаймыз. Шын жүрегімізден алғыс айтамыз. Болашақта да Қазақ-Катар қатынастарын әрі қарай дамытуға дайынбыз. أشكركم فخامة الرئيس قاسم توكايف على كلماتكم الطيبة. Көп рахмет, жоғары мәртебелі президент Қасым Жомарт Тоқаев. Мен сізге тағы да маған шақыру жібергендеріңіз үшін алғысымды айтамын, және осындай қонақжайлық көрсеткендеріңіз үшін, және сіздерді, және Қазақстан халқын, сонымен қатар Қазақстанның ұлттық жақындауымен құттықтаймын, сіздерге гүлдену мен тұрақты даму тілеймін. Біз бірнеше мәселелерді талқылаймыз, және екі жақты деңгейде біз айттық, екі ел арасындағы ынтымақтастықты түрлі салаларда әрі қарай да дамыту өте қажет. Сонымен қатар қол жеткізген келіссөздермен және меморандумдарды да жандандыру мәселесін көтердік. Әсіресе соның ішінде инвестицияға қатысты инвестицияларды қолдау. Және сонымен қатар осы сапар аясында екі ел арасындағы ынтымақтастықты әрі қарай дамыту қажеттігі. Сонымен қатар екі ел арасындағы Қазақстан-Катар ортақ үкіметаралық комиссияның жұмысын да жаңғырту керек түрлі салаларда, және экономикалық қарым-қатынастарымыз әрі қарай ерекше дамитынына біз сенімдіміз. 2020 жыл әрине сіздер білесіздер, коронаға байланысты ел арасында бұл комиссияның жұмысы тоқтатылды, бірақ жақын айларда өз жұмысын жалғастырады деген үміттеміз. Сонымен қатар біз аймақтық және халықаралық деңгейдегі мәселелерді талқыладық. Өйткені осының бәрі біздің өзара үйлестіру мен ынтымақтастықты талап етеді. Қазақстан Республикасы ертең СИК-ның 6-шы саммитін қабылдайды, және осы саммитте біз саясат, қауіпсіздік және тағы да басқа Азия құрлығына қатысты мәселелерді талқылаймыз. Тағы да жоғары мәртебелі президент, сізге зор алғысымды айтқым келеді, және әрқашан екі ел арасындағы қарым-қатынастар әрқашан ілгері болуына тілектеспін. Көп рахмет сізге.